осторожно, өте ұзақ видео. Және бұл махаббат тақырыбында. Сәлем, мен жазушымын, есімім Мәлике. Менің кітап жазу процесім әдетте ойлану және өзіме сұрақ қоюдан басталады, және ол бірнеше аптаға, бірнеше ұзақ уақытқа созылуы мүмкін. Бұл жолы мені өзгерткен махаббат атты шығармамды жазып бастадым. Ол негізі шағын әңгіме еді, қазір үлкен романға айналып жатыр, Алла қаласа. Сол енді өздеріңіз түсініп тұрғандай, менің қазіргі ойланып жатқан тақырыбым ол махаббат тақырыбы аясында мен бүкіл зейінімді, фокусымды махаббат деген бір сөзге қазір шоғырландырып жатырмын. Және бірнеше күн болды солай ойланып жүргеніме. Әртүрлі жауаптар келіп жатыр, әртүрлі ойымдағы өзім білмейтін, немесе өзім мойындамайтын, өзім жасырған, өзім қашатын, өзім байланып алған деген сияқты сондай бір жауаптар келіп жатыр үздіксіз. Біз бір қызығы, мен таңқалатын нәрсе, біз бір сұрақ аясында ойлансақ, міндетті түрде оған жауаптар келеді. Яғни жауапсыз қалмайды сұрақтар, тек сол жауаптарды біз көре алуымыз керек және сезіне алуымыз керек. Жазу маған, енді 5 жылдық жазу тәжірибем маған осы нәрсені үйретті. Сонымен кеттік. Ең бірінші демей қойын, бүгін бірнеше күннен кейін бүгін маған махаббат, сен, қорқыныш деген жауап келді. Және осы жауапты мойындаған кезде ғана менің жүрегім, осы жауап дұрыс деген бір белгі берді. Менде сәтсіз қарым-қатынас болған еді. Бірнеше жыл бұрын болған. Және мен ойладым, ол қарым-қатынастан мен енді жақсы бір темадан шықтым деп ойладым. Мен разымын, ол қарым-қатынаста өте көп нәрсе үйретті маған. Өте көп нәрсені түсіндірді, махаббаттың шартсыз болу керек екенін түсіндірді. Өзімнің махаббат деген тақырыпта көп шарт қоятынымды маған көрсетіп берді деген сияқты да. Бірақ соның өзінде менде бір нәрсе қалып кетті, ол махаббат, қорқыныш, махаббат, қауіп деген бір сезім. Мен махаббаттан қорқады екенмін, шартсыз сүюден. Өйткені сол қарым-қатынаста мен өте қатты махаббатқа баспен беріліп кіріп кететін адам екенін түсіндім. Кәдімгідей андай болады ғой. Қалай айтады? Бұның психологияда атауы бар. Ұмытып қалдым қысқасы. Психологпын ғой. Сондай махаббат екенін